Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге ісікке, адам организмде ісік болса, қараңыздар, иә, таң ертең тұрған кезімізде табандарымыз қатты ауырсынып, табандарымызға шеге қағып қойған сияқты болады ғой, кейде ше жүрген кезімізде. Тура сол бүйректен болады көбінесе. Мен сіздерге сол бүйрек арқылы не дейді анау сүйдік жолдарына жақсы жүрмеген кезде ісік пайда болады. Соған мен ең пайдалы ақпаратты, ең пайдалы смузиді дайындап берейін деп отырмын. Қараңыздар, біздерге ең керегі капуста болады, сосын бізге қияр болады, укроп болады. Капустаны білесіздер, С витаминға бай болады. Бұл ағзаның қорғанысын күшейтуге көмектеседі, иммунитетті көтереді. Қияр мен укроп болса, бүйрек пен ас қорытуды өте жеңіл көмектеседі. Әсіресе бүйректегі майда тұздар болатын болса, жақсы айдайды. Енді қараңыздар, дайындау жолдарын айтып өтейін. Міне көргендеріңіздей, бізде капустаны төртке бөлгенде, төртке бөлгендегі бір бөлігі салдық. Кейін бір қияр жетеді. Кешке жатар кезге ғана осыны ішесіздер. Кешке жатар кезге ғана. Тамақ жеп болғаннан кейін арада бір сағат, 2 сағат өткеннен кейін. Сосын барлығын салмаймыз біздер. 2 қасықтай. Тағы да айтып өтейін. Капустаның 4 бөлігінен біреуі, сосын бір қияр, сосын 2 қасық укроп болады. Біздерге сосын бір бокал су керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай керемет смузи дайын болды. Бұны аузымызды ашып алғаннан кейін беймарал істеп болады. Қараңыздар. Бұны асықпаңыздар, несін тастауға мен қазір, қараңыздар. Бұны ситадан өткіземіз кәдімгідей. Бұл қараңыздар, өте керемет сосын дайын болды. Бұны ісік кеткеннен кейін арықтаймыз, кәдімгідей арықтауға өте бомба көмектеседі. Қыздар, қыз келіншектер өте күшті бол. Кейін әсіресе ер балдарға, ер кісілерге, үлкен аталарға простатит болады ғой, простатитқа да өте жақсы көмегін береді. Сосын біздер мұны қалдығын ешқашан тастамаймыз. Бұны ауызды ашқаннан кейін кәдімгідей салат сияқты жей береді. Бұны ешқандай дәмі деген өте керемет болады. Сосын қараңыздар, бұның бір бөлігін аламыз, бір бөлігін алып, кәдімгідей бетке маска жасаймыз. Бетке кәдімгідей әдем маска болады бұл. Қазір мен сіздерге көрсетіп өтемін. Жаңағы смузиімізді дайындап, мұны аузымызды ашып болдық. 1 сағат өтті тамақтанып болғанымызға. Енді дәмі деген өзгеше керемет жа. Ал ісігіміз кетсін десеңіздер, азайық десеңіздер, жасап көріңіздер. Керемет. Жаңағы қалған тұнбаны бетке жағып көріңіздер. Сіздерге көрсетіп өтемін. Жаңағы немізден мұны көрдіңіздер ғой. Азғантайын аламыз. Кәдімгідей мұнау біз үшін салат кәдімгідей. Тамақпен беймарал қосып жей береміз ауызды ашқан соң. Мұны мен сіздерге масканы қазір жағып көрсетемін. Дайын маска. Қараңыздар, 3 ағзатпен әрі денедегі ісіктерге, әрі азуға, әрі салатымыз дайын, әрі бетке жағатын маскамыз дайын. Қараңыздар,
Енді жағуды бастаймыз. Қыздың бетінде міне осындай майда мындай угрилер мысалға кішкентай дақтар бар. Соларға бар ғой, өте керемет пайдасын береді. Тура осылай. Ары бетке витамин. Қараңыздар, міне көрдіңіздер ғой, тура осылай жағып, міне қойып қойдық. Бұны 10-15 минут өткеннен кейін сырасын алып бетті жуып тастаса болады. Негізі бар ғой, осы неге маскаға жұмыртқаның ағын қосқан дұрыс болар еді. Өкінішке орай қазір жұмыртқа қалмаған екен үйде. Магазинге жүгіртірейін десем, су қатып қалады, мынаны су қашып кетсе болмайды. Сразу істеу керек бұны. Қараңыздар, өте бір керемет болады. Мынандай майда нелерге, угриларға, даже астында қап кетеді ғой угрилардың несінде, өте керемет пайдасын береді. Ал сау болыңыздар. Менің TikTok каналыма, YouTube каналыма тіркеліп өтіңіздер. Өте пайдалы ақпараттарды табасыздар.